Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз үй жағдайында өте дәмді ши бауырсақтарын дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube каналым менен Инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оған керекті ингредиенттер: 1 стакан жылы су, 1 жұмыртқа, тұз бенен қант, сода және де 2 ас қасық сұйық май керек, ұн да керек болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз. Одан соң тұз бенен қантты саламыз. Енді қасықпен немесе вилкамен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне 1 дана жұмыртқаны саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне біз сұйық майды құямыз. Жақсылап құйып болғаннан кейін араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне жарты шайне ложка соданы салып, жақсылап араластырамыз. Сода бізде өте жақсы болып көтерілуіне көмегін тигізеді. Одан соң ұн салып, бірінші қасықпен немесе вилкамен араластырып аламыз. Одан соң қолменен араластырып, қамыр илейміз. Мінекей, қамырды жақсылап тұрып июін қандыру қажет, себебі жұмсақ қамыр болып шығады, сондықтан жақсы жұмсақ болғанша илей бересіздер. Одан соң осы қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қоюымыз керек. Сол кезде ол жақсы болып көтеріліп шығады. Мінекей, 30 минутқа жылы жерге қойдық. Осындай жүп-жұмсақ болу керек, видеода көрсетілгендей етіп. Оны да жақсылап алып аламыз, енді көтеріліп шыққан қамырымызды. Алып болғаннан кейін тақтайдың үстіне қоямыз. Мінекей, қамырымызды бірінші жақсылап жұмсартып алуымыз керек, міндетті түрде. Жүп-жұмсақ қамыр болуы тиіс. Одан соң тақтайдың бетіне қойып, жақсылап үлкейтіп аламыз, яғни бізде пішінін келтіре бастауымыз қажет. Мінекей, тақтайдың бетіне қоямыз. Одан соң жақсылап тұрып үстінен басып жіберіп жасаймыз. Мінекей, басып, кейіннен артқа қаратып қайтадан басамыз. Жақсылап басып болғаннан кейін осылай үлкейтіп созып алуымыз керек, себебі қазір біз бұның бетінен кесіп ұзын жасайтын боламыз. Сондықтан да міндетті түрде үлкен қылып істеп алуымыз керек. Енді осыны кесіп аламыз, яғни қазір біз бұдан бағана айтып кеткеніміздей үлкен етіп созып аламыз. Сондықтан да осылай ыңғайлы етіп, өздеріңізге ыңғайлы етіп барлығында кесіп аламыз. Енді осыларды 4 бұрыштап тураймыз. Яғни өзіміз біріншіден ыңғайландырып кесіп алғаннан кейін оны созуымыз қажет, өйткені біздің нелеріміз үлкен болып кетпеу үшін оны жақсылап тұрып, мен видеода көрсетілгендей етіп өзімізге икемдеп аламыз, себебі қазір оны созғаннан кейін жақсылап майдалап турауымыз керек. Барлығында осылай жасап шығуымыз керек. Барлығында жасап аласыздар. Осылай видеода көрсетілгендей етіп қамыр жайған секілді қылып, немесе осылай қолменен икемдеп барлығында жасап аламыз. Мына жердегі тұрғандардың барлығында осылай жасап алуларыңыз керек, міндетті түрде. Үлкен болып созылады қамырларыңыз. Соның барлығында осылай істеп шығуларыңыз керек. Одан соң біз қазір әдемілеп тұрып, майдалап тұрып турайтын боламыз. Міндетті түрде ұзақ уақыт бойы икемдеп жасап шығуымыз керек. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Мінекей, мен барлығында жасап алдым, енді тураймыз. Ол үшін осылай біреуін аламыз, одан соң басынан бастап 4 бұрыштап тураймыз. Сол кезде бізде ши бауырсақтар пайда болады. Барлығында, яғни шидің пішінінде шығады. Бұны қаланның ұстағандай қылып жасасаңыздар болады. Сол кезде бізде кішігірім ғана заттар шығады. Енді біз барлығында қызып тұрған майда 2-3 минут пісіріп аламыз. Және де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте күшті болып шығады. Видеоны аса лайк басып кетіңіздер.
үй жағдайында өте оңай дайындалады, жұмсақ болып шығады. Міне видеода көрсетіп жатырмын сіздерге. Ұнаса лайк қойып тіркеліп кетіңіздер.